Биыл Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Жас мемлекетіміз осынау уақытта талай белестерді бағындырып, әртүрлі салаларда алға басты. Егемендіктің басты жетістігі еліміздің ертеңі жастарымыз. Азаттықтың құрдастары айдарының бүгінгі кейіпкері Саран қаласының еңбеккері Эльмира Казиева. Ерлермен иық тіресте қызмет етіп жүрген қайсар қыз жайлы алдағы бейнематериалымызда. 7-ші горизонт дейді, бізде 700 метр. Эльмира Казиева жоғарғы оқу орнын тамамдаған бойда Абай шахтасында 1 жыл жұмыс істеген. Содан кейін Саран шахтасына маркшейдер лауазымы бойынша ауысып келеді. Содан бері 4 жылға жуық уақыт өткен. Ол осы аралықта өзінің жұмысқа деген жауапкершілігі мен тиянақтылығының арқасында кездескен түрлі қиындықты оңай еңсергенін айтады. Зат әйел болса да ерлермен теңдесіп ауыр жұмысқа тауыша қалмайды. Керісінше, менің әлі үйренерім көп дейді жас маман. Жалпы айта кеткім келеді. Жұмысты ең алғаш жұмысқа кіріскенде жетекшім өте мықты адам кезікті маған. Сол кісінің қолдауымен, сол кісінің үйреткен біліммен осындай нәтижеге жеттім деген ойдамын мен. Эльмираның жұмыс күні кеңседегі мына карталарды қарап сызумен басталады. Содан кейін аптасына 3-4 рет 700 метр тереңдікте жер астына түсіп, забойлардың жұмыс істеу бағыт-бағдарын бақылайды. Яғни кен орнындағы дәлдік пен тепе-теңдікті өлшейді. Осындай еңбегі үшін 2020 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ерен еңбегі үшін төсбелгісімен марапатталған. Сондай-ақ Қарағанды университетінің магистратурасын тамамдап шыққан. Қарағанды мемлекеттік университетін бітірдім, бірақ мамандығым техникалық физика. Бұл көбінесе физикаға бағытталған, терең физика деп айтсақ болады. Бірақ та менің мамандығыма пайдасы тиеді деген ойдамын. Эльмира Казиева білікті маман ғана емес, аяулы ана, бір үйдің шамшырағы. Қазір ол бір қыз баланың анасы. Бос уақыттың барлығын отбасына, жақындарына арнаған ұнатады. Өткен жылы осылай теледидарға шыққан болатынмын. Одан кейін хабар келді, сізді Қазақстан Республикасының президенті осылай марапаттамақшы деген, бірақ та карантин шарасына байланысты облыс әкімі өзі салтанатты түрде марапаттау болмады, бірақ медальмен марапатталдық. Жас маманның жұмысқа деген ынтасын әріптестері де жақсы бағалайды. Оның қазақи тәрбиесі мен салт-дәстүрге деген құрметіне тәнті екен. Мы очень рады, что она вышла с декрета. Эльмира декреттік демалыстан енді шықты. Жұмыста өте тиянақты, бір нәрсені үйретуге талпынып тұрады. Ол бос отыруды білмейді. Бастық тапсырма берсе, оны орындамай жаны жай таппайды. Біздің жұмыстың қиындығын халық жақсы біледі. Мен білгенімен бөлісіп үйретіп отырамын. Эльмира тек жұмыста емес, үйде пысық келін, аяулы ана дер едім. Оның қолынан шыққан тағамдары тіл үйреді. Әрбір жұма сайын шелпек пісіріп әкеледі. Біз осындай жастардың өсіп келе жатқан мақтанышпен айтамыз. Эльмира Казиева ізденісін тоқтатпай білімін тереңдетуді басты мақсат қояды. Ол тәуелсіз елдің ұрпағы білімді, жан-жақты сауатты болу керек екенін айтады. Жан Нұрсінде Толақызы, Олжас Ғаббасов, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.